Қайырлы күн. Бүгін біз осындай творожный рогалики дайындаймыз. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығатын жүп-жұмсақ творожный рогалики. Балаларыңыз да сүйіп жейді. Менің каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп лайк басып кетіңіз. Таза ыдысымызды алып, үстіне 300 грамм творогымызды саламыз. Ванильный сахар, 1 шай қасық ванильный сахар саламыз. Бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, вилканың көмегімен еземіз, араластырамыз бәрін бірге. Рецепттің құрамы төменде описанияда жазулы. Осылай езіп, біріктіріп алып, творог, сары май, ванильді сахарымызды араластырғаннан кейін үстіне 1 шай қасық разрыхлитель саламыз. Ұнымыздың жартысын електен өткізіп салып, вилканың көмегімен араластырамыз. Вилканың көмегімен араластырып, осылай қалған жарты ұнымызды тағы да електің көмегімен салып, қолымызбен араластырамыз. Қолымызбен бір келкі қамыр болғанша араластырып аламыз. Араластырғаннан кейін таза салафанымызға қамырымызды салып, тоңазытқышта 30 минутқа салып қоямыз. Міне 30 минуттан кейін қамырымызды столдың үстіне қойып, ұн сеуіп, қамырымызды 2-ге бөлеміз. 2 бөлікке. 2 бөлікке бөліп алғаннан кейін қамырымызды жаямыз. Ұн көп керек емес. Осылай қамырымызды дөбалақ қылып жайып аламыз. Ондай қалың да жұқа да болмау керек. 2 ас қасық секерімізді себеміз. Секерімізді осылай сепкеннен кейін қолымызбен жайып шығамыз. Қолымызбен жайғаннан кейін бөліктерге бөлеміз. 3 бұрышты бөліктерге бөлеміз осылай. Содан кейін осылай орап рогалики жасаймыз. Міне формасына келтірдік. Енді секерімізді алып батырып аламыз. Мен секерге батырып жасаймын. Кейбіреулері үстіне піскеннен кейін үстіне сахарный пудра себеді. Осы жарты қамырды жасағаннан кейін қалған жарты қамырдан тағы да осылай жасап аламыз. Бәрін жасап противнімізға орналастырамыз. Міне орналастырдық. 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіреміз. Пешіңізге қарай. Міне пісіп шықты. Осылай қызарып пісіп шықты. Жүп-жұмсақ міне. Өте дәмді. Балаларыңыз да сүйіп жейді. Видео ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз.